Ақсу қаласы және Павлодар ауданы бойынша әдеп жөніндегі кеңес өкілдері есеп берді. Баяндамада айтылғандай бір қатар ескертпелер бар, қатаң сөгіздер де жоқ емес. Толығырақ алдағы материалда. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында 5 мәселе қарау жоспарланған. Алайда облыстық жер қатынастары басқармасына қатысты сұрақ күн тәртібінен алынып тасталды. Өйткені басқарма басшысы 11 қарашадан бастап өз еркімен жұмыстан босаған. Артынша Павлодар ауданы бойынша әдеп жөніндегі өкіл жыл бойы атқарылған шаралар негізінде өз есебін жасады. Ауданда 11 айдың ішінде 11 мемлекеттік қызметкерге ескерту, 5-еуіне сөгіс, 5-еуіне қатаң сөгіс жариялапты. Ал Ақсу қаласындағы әдеп жөніндегі уәкілдің есебі мынадай болды. Личный прием проводится еженедельно по понедельникам. Жеке қабылдау шаралары апта сайын жүргізілуде, жалпы 12 қабылдау өткізілді. Мемлекеттік қызмет туралы заңды бұзу бойынша 2 арыз, ал мемлекеттік қызметкердің этикалық нормасын бұзу бойынша 2 адам жазбаша арыз түсірді. Ал 14 мемлекеттік қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Әдеп кеңесінің мүшелері тарапынан оларға берілетін жазаға қатысты ұсыныстар болды. Жалпы Ақсу өңірі бойынша штатта 146 мемлекеттік қызметкер жұмыс істейді. Сонымен қатар онлайн отырыс барысында әдеп жөніндегі кеңестің 2023 жылға арналған жоспары да талқыланды. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.